Сәлем баршаңызға. Кешкі асқа керемет дәмді тауық еті духовкаға пісіреміз және маринадтаймыз. Міне біз блендердан чеснокты өткіздік, жақсылап уатып алдық. Қара бұрышымызды салдық, кензімізді салдық, қалған майонезімізді салдым кішкене мен. Енді окорочкамызды бөлшектеп, ірілеу етіп бөлеміз, жақсылап жуып аламыз. Жақсылап жуып алдық. Енді жаңағы әзірлеп қойған чесногымызды, қара бұрыш, кензі, майонез, соль и томатный паста салдық. Осының бәрін жақсылап араластырып маринадтаймыз. 5-6 сағатқа қоямыз салқын жерге. Чесноктарымызды 5-6 штук салдым. Әркім өз қалау бойынша, біреулер ашыны көп жаратпайды, біреулер жақсы көреді. Сол өздеріңіз білесіздер, көп салсаңдар кішкене жақсы болады, ал енді аз салсаңдар аздау болады. Чесноктың дәмі, бұрышы, тұзы бәрі. Өз қалауларыңызша салуға болады. Міне жақсылап араластырып, енді бетін жауып 5-6 сағатқа қоямыз. 5-6 сағат өткеннен кейін духовкамызға пісіреміз. 180 градуста 40-45 минутта піседі уже. Міне духовкаға қазір саламыз. Міне әзір біздің тауықтың еті уже кешкі асқа әзір. Сау болыңыздар.